Қазақстанның бюджеті не үшін керек және қор не үшін керек? Мысалға, бюджет бар, сол бюджеттен Қазақстандағы жақсартатын салалардың бәрін жақсартасың, Қазақстан әл-ауқатын жақсартасың, экономиканы жақсартасың, күшейтесің, барлық саланы жақсартасың. Оның барлығын министрлер арқылы жасайсың, о zaman бюджеттен бөлініп. Келесі мәселе, жағдай төмендерге де сол саладағы жауапты министр жағдай төмендерді жұмыспен қамтамасыз етіп, жағдайын жақсартып, және де әлеуметтік көмек ретінде де іс-шаралар атқарыла береді. Әлеуметтік көмек ретінде қаржы бөледі бюджеттен, солай жұмыс істесе болады. Бірақ бізде түсініксіз самұрық қазына бар. Самұрық қазына енді бұл инвестициялық холдинг деген, жалпы бұл холдинг болса бірнеше компаниялар бар құрамында. Ол компаниялар қаншалықты мемлекеттік және қаншалықты ұлттық, қаншалықты жекеменшік, оның бәрі сұрақ болып қала береді.